Әр жүрекке жетсін жыры Мағжанның. Облыста Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін оқуға шақырған акция бастау алды. Игі шара Ақын атты аудан тұрғындардың бастамасы. Мағжанның туған күні қарсаңда ескерткішінің алдына жиналған жастар Ақынның өлеңдерін оқу кезегін аққайыңдықтарға берді. Астандай әйбәті, жобасты қалатты, қыландай күшті қанатты, мез астаға шенемім. Бақдәулеттің жасы 5-те ғана, балдырғанның бал тілі кей дыбыстарды айтуға келмесе де, Мағжан атасының өлеңін жаттап алыпты. Ол ақынның немере қарындасынан тараған ұрпақ. Елді мекенде елімізге ғана емес, бүкіл түркі әлеміне танымал Ақиық ақынның өлеңдерін жатқа білмейтіндер кемде кем. Сүйемін, от, сағындым, туған жер, қазақ тілі, Батыр-баян поэмасы, жауынгер жыры, мен осы өлеңдерді жатқа білемін. Ақын ескерткішінің басына жиналған жастар бірінен кейін бірі сөз алып өлеңдер оқыды. Өздері ғана оқып қоймай, басқаларды да шараға қатысуға шақырды. Мағжан атамыздың туған жерінен басталып отырған «Әр жүрекке жетсін жыры Мағжанның» атты акцияны бүгін Аққайын ауданына тапсырамыз. Біз болашақ жастар Мағжандай алып ақынның өлеңдерін мақтана оқимыз, үлгі тұтамыз. Әр адам өзінің туған жері Мағжан Жұмабаев ауылындағы өзі Мағжан деп атын айтып тұрған соң, өлеңдерін жатқа біледі деп айтамын. Мағжанның өлеңдерін білмесең ол ұят деп ойлаймын. Мағжанды білмеуді ұят санайтын балаларға мектепте арнайы пән де қарастырылған. Мағжан тану 9-11 сыныптардың оқу бағдарламасына енгізіліпті. Бұл 13 күнге созылады. Бұл акцияда негізгі балалардың әрбір адамның өзінің Мағжан атамыздың өлеңдері өздерінің жүректеріне жетеді ғой деген сенімдеміз. Маусымның 25-і Мағжан Жұмабаевтың туған күні. Осыған орай ауданда дайындық жұмыстары басталып та кетті. Бұл күндері облыс орталығында дәстүрлі Мағжан көктемі республикалық өнер фестивалі өтпек. Ақерке Қабыкеева, Юрий Скаков, ақпарат.